Сәлем достар, бүгін мұздатқышта қатырылған тұшпараны дайындаймыз. Алдымен ұнға тұз, сұйық май, жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Одан соң ыстық су құямыз үстінен. Біздің дайындайтын қамыр заварный тесто болады. Әбден осылай илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң, бөлме температурасында пленкамен жауып 15 минутқа қалдырамыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. 15 минут өткен соң, қамырды қайта илеп, қайтадан 15 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды бір тегіс етіп жаямыз. Мен қамырды 3 бөлікке бөліп алдым. Біреуін жаямын. Қамырымыздың қалыңдығы осыншама болады. Қамырымызға жайып болған соң, осылай дөңгелек етіп кесіп, ішіне салмамызды салып, пельменімізді түйеміз. Пельменімізді түйгенде ортасы ашық болуы керек. Дайын болған пельмендерді пергамент қағаз үстіне орналастырып, мұздатқышқа салып қатырамыз. Бұл пельмендерді мұздатқышта 3 ай сақтауға болады. Пісірілген кезде езілмейді, жарылмайды. Астарыңыз дәмді болсын.